Құрметті оқушылар, бүгін міне бір айға созылған, 4 кезеңнен тұрған бірге кітап оқиық байқауын бүгін міне тәмамдады. Өздеріне белгілі биыл Жамбыл облысы өңірін кітап оқу жылы деп жариялаған болатын. Сондықтан да, яғни біз осы уақытқа дейін Оралхан Бөкейдің, Шиқан Мұртазаның, Сайын Мұратбековтің және де Мұхтар Мағауиннің шығармаларымен танысып, сол бойынша өзіміздің оқу шеберлігімізді танытып көрсеткен болатынсыңдар. Міне нәтижесі де белгілі болды. Енді қазір осы кітабымыз бойынша кішкене талқылап кетейік. Бірінші біздің оқыған шығармамыз Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат шығармасы бойынша кім сөйлейді? Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат шығармасында бұл жерде Тортай мен Ораштың